Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Жаңа оқу жылы басталады. Соған байланысты мен сіздермен Air Tracker Gemini арқылы қалай жасауға болады, соны көрсетсем ба деп едім. Енді қараңыздар, ол үшін сіздерге Gemini'ға кіру керек. Canvas деген функциясын таңдайсыздар. Енді бұл жерде қараңыздар, промпт осындай. YouTube-тың соңғы жаңа описаниясына салып қоямын осы промптты. Сол арқылы өздеріңіздің пәндеріңіз бойынша жазсаңыздар болады. Менікі информатика пәні бойынша, мына қарасаңыздар, дайын тұр. Сәйкестендіру, өсу реті, өрнектер. Енді бұл жерде қалай жұмыс жасаймыз? Екі түрі бар. Мышкамен жұмыс жасаңыздар болады, немесе қолдың Air Tracker деген қолды камераға алып келеміз. Басында жасаған кезде үйретіп аласыздар. И одан кейін мына жерде бүкілі кеңестің барлығы жазып тұрады, подсказка. Сосын сіздер керекті нені таңдайсыздар, үстінен басып тұрасыздар, алынғанға шейін осылай. Сосын мына камерадан кетіп қалмау керек. Мысалға 1 терабайт, это 1024 гигабайт. Егер дұрыс болса осылай жасыл жанады, үстінен басасыздар. И сосын егер қате болса, мысалы мынаған қоятын болсақ, ол осылай қызыл болып жанады. Осыны жасау үшін қалай істейміз? Бірінші, поиск арқылы Gemini'ді іздесеңіздер болады, немесе мына жерде 9 шахматный доска бар, бұл Google'дың өнімі. Соған басасыздар. И одан кейін менің промптым бар, который описанияда тұрған. Соны қоясыздар да, плюсті басып, Canvas деп, мына жерде расширенный деп қою керек, өйткені сіздерде осы тұрмайды. Соны басып, генерацияға жібересіздер. И генерацияға жіберген кезде әркімде, мендегі сияқты шықпайды, әркімде әртүрлі шығады. Соған баса назар аударамыз. Осылай бірінші ойланып, одан кейін мына жанына мына сияқты дополнительный окно ашылады. И содан кейін жұмыс жасай бересіз. Тағы да керек болатын болса, осы жерге өзгертулер керек болатын болса, давайте напишем деген жерге, мына жерге жазып, өздеріңіздің өзгерістеріңізді, керекті жаңағы тапсырмаларды қойсаңыздар болады. Міне мысалға осылай жасалынады. Күтеміз. Өсу реті, өрнектер деп жаңағы деңгей бойынша бөліп көрсетілген. Одан кейін сіздерде қайтадан обновить етіп қойсаңыздар болады. Мына жерде соңында жаңағы қанша балл жинағаны көрсетіліп тұрады. Енді бұл жерде тек қана Air Tracker емес, өте көптеген тапсырмалар жасауға болады. Бастапқысында осы Air Tracker'ді көрсетейін. Так, аз ашылсын. Не шығыватыр. Барлығы код бойынша жасалынады. Сонымен қатар өте көптеген жаңағы жұмыстар жасауға болады қазір. Рендеринг жүріп жатыр. План урока болатын болса, раздаточный материалдар жасайтын болсаңыздар, осы жерден жазсаңыздар болады. Так, күтеміз. Міне осылай шығады. 21 трекинг, осылай шымшу сәйкестік деп тұр. Камераны қосамыз. Разрешительный көріп тұрсыздар ма? Әркімде, мен мысалға өзімнің браузерімді жаңағы қайтадан соны салып тұрсам да, маған басқадай қылып шығарып тұр. Не осылай. Бірінші деңгей, екінші деңгей деп, үшінші деңгей деп осылай шығарып беріп тұр. Енді сіздер жаңаға басып, бірінші қолымызды үйретеміз. Мына жерде бізде мышкамен жасалып тұр. Мышкамен де жасауға болады. Осылай. Жаңа бізде бұл оңнан солға қарай өсу ретімен қою керек. Енді қол шықты, біз қолды камераға шығарып тұру керек. Сол кезде ол басталады. Сосын алып аласыздар да, былай қоясыздар. Камерадан қашып кетсе, алмайды. Қате болса, ол бізде красный болып шығады осылай. Осылай Canvas'та жұмыс жасасаңыздар болады. Өте жеңіл. Промптты астына қоятын боламын.